Қайырлы күн баршаңызға. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, тез дайын болатын чебуреки дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Алдымен ыстық суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, суымызды құйып, барлығын араластырып, жақсы жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Қолымызбен осылай жақсылап илеп аламыз. Дайын қамырымызды пакетикке салып, жарты сағатқа демалдырып қойып қоямыз. Мен салмасына картошка саламын, азырақ май салып, екеуін жақсылап араластырып аламын. Картошканың орнына фарш салсаңыздар болады. Қамырымызды майда бөліктерге бөліп аламыз. Қамырды үлкен бөліктерге бөліп алсаңыздар болады, егер үлкен чебуреки жасаймын десеңіздер, немесе кішірек қылып бөлсеңіздер болады. Барлығын осылай кесіп болып, домалақтап дайындап аламын. Одан кейін жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды жұқа қылып жайып болып, арасына картошкамызды салып, бетін жауып, шанышқының көмегімен тегістеп аламыз шеттерін. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Майымызды алдын ала қыздырып алып пісіреміз. Қазанға мән бермеңіздер. Мен бұл қазанға гхи майын жасаймын. Одан кейін закваска нанымды пісіремін печкада. Осылай барлығын қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Видео ұнаса толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізде чебуректеріміздің барлығы дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.